Сәлеметсіздер ме, YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Астана телеарнасында көрсетіліп жатқан Осман телехикаясында Осман рөлін сомдаған актер туралы ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналға тіркеліп кетсеңіздер. Бурак Озчивит 1984 жылы 24 желтоқсанда Ыстамбұлда дүниеге келген. Әкесі жеке кәсіпкер, анасы үй шаруасындағы әйел. Оның Бурчин деген әпкесі бар, ағасы үйленген, бір қызы бар. Бойы 1,84 см, жасы 38-де. Казым Ишмен орта мектебін сәтті бітіргеннен кейін Мармара университетінің бейнелеу өнері факультетінің фотосурет бөлімінде оқиды. Ол актерлық мансабына алғашқы қадамын 2003 жылы Best Model of Turkey байқауындағы өнерінің арқасында жасады. Белгілі актер байқаудан болашағы бар атағын алды. Угуркан Эрез Аджанспен жұмыс істеп, модельдік өнермен айналысқан актер 2005 жылы байқауға қайта қосылып, бірінші орынды жеңіп алды. Сәйкесінше ол Best Model of the World байқауына қатысып, әлемдегі екінші үздік модель болып таңдалады. Фарук, Сарач, Эйбит, Twin және Ньютворк сияқты брендтердің сән көрсетілімдері мен халықаралық жәрмеңкелерге қатысты. Осы табысының арқасында актер телехикаяларға, фильмдерге, жарнамаларға және сән көрсетілімдеріне ұсыныстар алды. Ол Ньютворк, Twin сияқты танымал брендтердің промоутерлерін модельдеді. Ол қазір модельді тастады. Ол өзінің алғашқы актерлік тәжірибесін -18 телехикаясында жас комиссар Мұратты сомдау арқылы алған. Ол 2007 жылдың қараша айында кинотеатрлардан шыққан Муссалат фильміне түсті. Ол Зораки Кожа телехикаясында ойнады. 2008 жылдан жазында ол Әке ошағы телехикаясында Губин есімді кейіпкерді сомдады. Кейін Өсекші қыздан шабыттанған кішкентай құпиялар телехикаясында Четинді ойнады. 2011-2012 жылдары Керемет ғасыр сериалында Малкачоғлы кейіпкерін сомдады. Малкачоғлы фильміне дайындықты бастап кеткен ол 2013 жылы Решат Нури Гунтекиннің аттас романына түсірілген Чалы құшы телехикаясында Камуран рөлін сомдады. Көп ұзамай ол Чалы құшы фильмінде басты рөлді бөліскен Фахрия Евженмен тағы бір телехикаяға түскен болатын. Жеке өміріне келетін болсақ, ол Фахрия Евженмен қарым-қатынасы 2015 жылы басталды. Ол 2017 жылы 29 маусымда Саид Халим Пашта сарайында өткен салтанатта үйленді. Қазіргі таңда бір ұл, бір қызы бар.